Моногибридті будандастыруға арналған есептер. Бірінші есеп. Теңіз шошқасында қара түс ақ түсіне қарағанда басым. Қара және ақ түсті гомозиготадан қандай ұрпақ күтуге болады? Есептің шартында берілгендей, екеуі де гомозиготалы. Міне, гомозиготалы. Яғни, доминантты белгінің генотипі екі үлкен А әрпімен, ал рецессивті белгінің генотипі екі кішкентай А әрпімен белгіленеді. Енді пенетторын толтырамыз және мынадай нәтиже аламыз. Барлық ұрпақтар фенотип бойынша қара түсті болды. Фенотип, яғни сыртқы белгісі бойынша, түсі бойынша барлық ұрпақтар қара болды. Бірақ генотип бойынша гетерозиготалы. Екінші есеп. Тауықтарда тегіс қауырсын жібек тәрізді қауырсыннан басым. Тегіс гомозиготаны гетерозиготамен шағылыстырудан қандай ұрпақ алуға болады? Тегіс қауырсын доминантты және ол гомозиготалы, ал жібек қауырсын ол рецессивті және ол гетерозиготалы. Пенетторына салғанда белгілердің 50% гомозигота, міне 50% гомозигота және 50% гетерозигота болды. Арақатынас 1:1. Фенотип бойынша барлық тауық тегіс қауырсында. Демек, сыртқы белгісі бойынша қауырсындар тегіс болады барлық тауықта, бірақ олардың 50%-ында генотип гетерозиготалы. Үшінші есеп. Бұршақтың қалыпты өсуі аласасынан басым. Демек, ол доминантты. Міне, қалыпты өсу ол басым болып тұр, ал аласа бой ол рецессивті белгі болып тұр. Гетерозигота мен аласа гомозиготаны қайта тозаңдандырудан қандай ұрпақ алуға болады? Гетерозигота генотипі және гомозигота генотипі. Пенетторын толтырған кезде бізде келесідей нәтиже шықты. Ажырау 1:1. Яғни, ұрпақтардың 50% қалыпты гетерозигота, ал 50% аласа гомозигота болды.